Так, осындай сұрақ қойыпты бір кісі, и плюс айтыпты, өмір сыртта жүресің, тамақ істей алмайсың, бір бәлема деп. Мен вообще реально негізі тамақ істей алмаймын. Негізі мені бұрыннан бері оқитын адамдар біледі, мен тамақ істей алмайтынды, и жалпы істеуге, үйренуге де бір құлшынысым жоқ адаммын негізі. Вот. Былай негізі сырттан тамақ жеген ұнайды, только иногда бір домашний тамақтар жегім кетіп кететіні бар. Бірақ сырттан тамақ жеген ұнайды. Сасымайсың, тамақтың иісі шықпайды, 10 сағат күтіп 2 минутта жеп тойып қалмайсың. Вот, сондықтан сіздер де сырттан жеңіздер. Негізі ол нәрсе бір дамытып оқитын нәрсе емес, просто мен өзім натурам өз сондай адаммын, өте көп сөйлейтін адаммын, иногда чересчур көп сөйлеп кетемін, и соған байланысты может солай қалыптасқан шығар, және мен қазақ тілін өте жетік меңгергенмін. Қазақ тілін өте қатты бір игергеннен кейін автоматты түрде барлық ойыма келіп тұрған сөздерді тез және де түсінікті етіп жеткізе аламын. А так, былай негізі расымен де тіл байлығының жоқтығы, ойындағы нәрсені жеткізе алмау, ол өмірдегі ең қиын дүниелердің бірі ме деп ойлаймын, себебі көп нәрсе ішіңде қалып кетеді. Бірақ кітап деп басқа деп жатады, оның да қатысы бар шығар, бірақ негізі общениеге больше не беріледі деп ойлаймын. Фокус. Адам көп сөйлесіп, адамдармен көп араласқан сайын тіл байлығы дамиды ма деп ойлаймын өзім. У нее были обычные карие глаза. Енді жалпы барлық адам бүкіл жерде өзін үздік деп санайды ма деп ойлаймын негізі, и санау керек деп ойлаймын. Әр адам ең бірінші ол өзі үшін ең мықтысы, ең үздігі, ең кереметі болуы тиіс. Мен өзімді үздігімін деп ойлаймын. Менен басқалары да болған шығар, может быть, басқалары да енді сіздер үшін солай болған шығар, бірақ енді солай шешілді, так и есть. Жалпы мен өзім болған жердің барлығының үздігі деген сөзді естуге, жалпы кішкентай кезімнен бастап не істесем де, не жасасам да, сондай бір үздік болуға тырысқан адамдардың қатарынанмын. Вот, а так өте қатты лайықтымын деп ойлаймын. Мен болмасам кім деген сияқты әлемді ғой. Бұл сұраққа мына кісі жауап беру керек па деп ойлаймын. Что там той қашан? Суббота. Қай суббота? Уфия. Сержан үйленбейді деген комментарийлерді енді түсініп жатырмын, рас екен. Үйленбей жүр. Істесем екен. Өз дайын емес. Өзім алып қашып кетсем екен, істесем екен. Бұған айтсам қашады. Қашан қашты? Всегда. Дайын емес. Айтшы. Не. Как вы сделали из брутального душку? Дайте и нам секрет, только не говорите, что он сам бит. Нормально. Брутальная душка. Душка деген жаман сөз деп айтып жатыр едім ғой. Чё? Жақсы деген шығар. Мә, сен арам екенсің. Негізі, короче, андай ғой. Еркектердің бәрі душка ғой негізі. Ешіп айтпайтын жасын, душка бәрі. Енді жақсы көретін қыздың қасында бәрі сондай ғой. Енді маған бүкіл еркек душка деп тұрған жоқ қой. Біз просто жаңа кішкене ұрсып қалып едік, сол настройда әлі жатырмын. Әлі кешіре алмай жатырмын. Живи пока. Пока что живи. Ема, көндерім ашуланып отыр. Бұл да бір сіздер ойлағандай душка емес негізі. Лой ғой Сержан деген. Просто делает вид. Мен 2 күн бойы мына кісінің миын жегем. Мысық деп. Маған әкеп білді мысық әкеп білді маған. Туындырам деп сықып сайын бар ғой. Керемет. Жақсы тырнайды екен. Жаңа секірейін деп тұр ма жерге? Секірсе тырнап секіреді ғой. Андағы топтағын қайда аламыз? Топтақ қанымнан алу керек қой. Жаңа магнумға барып келейік. Магнумға ана жерде. Бара салайық, 5 минут, 4 сағат қой максимум. 20 минутқа барып келейік. Мысықтың заттарын алсайық.